Бұл шығарма сүйікті бір туғандарым, бүгінгі бітірушілер çok dağlı yaşауға қадам таштадыңыз. Бұл жашауда Алланың сөзін мекендік мұсылмандардың аманатын көтеруді кепті үлгі тұтасыз. Бізге үлгі бола тұрған, бізге сабақ бола тұрған пайғамбар Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Мақсаты жоқ адам болбой чынында, мақсат менен жаратылған чынында адам деген керек дүйнөгө бирок жашоо тоқтабой көтінға. Имансыздық чектен шығып ашқанда, аяламды қараңғылық басқанда, күн нұрынан күшті чачып жарығын күтіп жүрген жылдыз шықты асманға. Шапар тейіп, құмар ойнап құрықшан, тоғырға келдің, өз мақсатын ұнытқан, адамзатқа жол көрсетіп жарқырап, айға оқшор толқып шыққан бұлттан. Кереметтүү аяқтардан құралған, сөзін айттың ұлық заттың Құрандан, сенден мұрда кеткен қанша пайғамбар, үммет қыл деп жаратқаннан сұранған. Башқалардай қамсыз тұрмыш көрмедің, бай кедейден араларын бөлбөдің, мейірім төгіп жан-жаны бар барына, мерез болмой жақшы көңіл бөлдедің. Желбиретіп жаны көйліп кийбедің, жетімдердің ақысына тийбедің, бейіштеген таманында енегің, ата-енеңнің артта сыйлай илдедің. Үміт қылбай ырахатын жаныңдың, үмметімді кешіргін деп жалындың, тоба қылып жаратқандан біз үшін, тозоғына бұл дүйненің малындың. Алла сөзін қолға бейіп қармадың, ара жолында үшкірініп қалмадың, жашауымызға жарық берген исламды жайылтуға бүт өмірді арнадың. Алла сөзін қолға бейіп қармадың, ара жолында үшкірініп қалмадың, жашауымызға жарық берген исламды жайылтуға бүт өмірді арнадың. Ымыз-тығыз қалған чақты түгіліп, ыйман деп жүректер көгіленіп, салам менен салаваттар айғабыз, саға болған сүйүү бізде түгіліп. Я Расулуллах, Аллах барында